Сәлем. Бүгін бізде YouTube студиядағы қалай доступность функциясын табуға болады, соны анықтаймыз. Бірінші бізге Chrome керек болады. Chrome үстін басқан соң 3 точканы басамыз. Төменге түссек, бізде версия для ПК деген болады. Соны басамыз. Басқан соң мынандай болып кетеді бізде. Сосын мына жерге youtube.com деп жазамыз. Жазған соң мына жерде осындай болады. Төбесінде тұрған профилді басамыз, профил. Сосын мына жерде Твердский студио деген болады. Соның үстін басып тұрсақ, бізге открыть новый бір нәрсе болып шығады. Сосын мына жерде Твердский дегенді таңдаймыз. Таңдаған соң, мына жерде қазір мына жерде палочка шығады. Сол палочканың үстін басқан соң астында настройка шығады. Соны басамыз. Басқан соң мына жерде канал болады, соны таңдаймыз. Таңдаған соң мына жерде доступность функция деген пайда болады. Міне, видео ұнаса лайк басып, канал тіркеп қойды ұмытпаңыз. Ал біз келесі видеоға кездескенше.